Страсбургда олып кечкен қошымча музыкерелер вақытында Бүйік Британия ве Авропа бірлігі Брексит аққанда ұзлаштыларым Бүйік Британия баш назиры Тереза Мэй Рейберовден бір күн әвелі Лондрада Авропа комиссиясы башы Жан-Клод Юнкер ве Брексит аққанда айтышмаларда Авропа бірлігі делегациясы башы Мишель Бранье елем көрішті. Нәтижеде эки ортақ беяннаме қабул етілді. Ұлқай тарафтан мечбури олған бірінші беяннамеге көре Британия қысмы олған Шимали Ирландия ички Авропа базарының қысмы оларақ қала біле. Бұна Британия парламент азалары қаршы қошымча олған екінші беяннамеде есе Авропа бірлігі ве Бүйік Британия или илерідекі мұнасебетлер тасфир етілі. Юнкердің сөзлеріне көре бұл Лондраға сонки япылған теклифлер. In politics, sometimes you get a second chance. Bazı vaqıtları siyasет oylaular ki ikinci imkan berilе ve bu imkan nasıl kullanılacağı pek mühim. Çünkü üçüncü imkan olamayacak. Eğer Reyberov geçirilmese, hiçbir hoşumça teklifler, fırsatlar artık olamayacak. Keliniz açık aydın bir şeyini anlayıq. Ya da tam bu anlaşma kabul etile ya da Brexit asala olamayacak. Бүйік Британияның Авропа бірлігі тәркібандың чықуы 2019 сенесі мартның 29-ына планлаштырылған. Брексит весиқасының метіні аққында Бүйік Британия баш назиры Тереза Мэй Брюксель еле 18 ай девам еткен айтышмалардан сон келешті. Авропа бірлігі за мемлекетлерінің елбашчылары анлашманы мақул көрділер, ама Жемиетлер палатасы январның 15-інде bu анлашманы рет етті. Ярын мобюслер екенже кере рей бережеклер. Анлашма керек қадар рей топламаған тақдерді. Авропа бірлігі тәркібінден анлашма олмадан чықмақ яда Брекситні башқа вақытқа қалдырмақ кебі қарар алынacak.